Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Құдайдың жарылқанған ұл қыздары, Құдайдың сүйікті ұл қыздары. Бүгін керемет күн, Құдайдың күні. Мен сіздермен Матайдың 20 тарау, 28 аятымен бөліскім келеді. Осы сияқты мен де Құдай тағайындаған билеуші бола тұра, өзіме қызмет еткізуге емес, өзім қызмет етіп, көптеген адамдардың азаттық төлемін өтеу үшін жанымды қиюға осы дүниеге келдім дейді. Аумин. Білесіңдер ме, мына жерде айтады, Иса Масих Құдайдың кейпіне келе тұра, ол айтады, мен сендерге қызмет ету үшін келдім дейді. Қымбатты бауырым, Құдайдағы, Иса Масихтағы, мен саған бір керемет ашылу аян айтқым келеді. Егерде сен Иса Масихтың құрбандығын қабылдасан, егерде сен Иса Масихтың кім екенін білсен, және оның шәкірті болсан, онда сен енді басқаларға қызмет етуің керек. Біздің үлгі ұстазымыз Иса Масих, ол жер бетіне келгенде адамзатқа қызмет ету үшін келді. Қиналғандарды жұбату үшін, ауыр адамдарды саулықтыру үшін, аш адамдарды тамақтандыру үшін, жалаңаш адамдарды киіндіру үшін, жұбаныш сыйлау үшін келді. Исаның барлық жер бетіне келген ізгі мақсаты ол сүйіспеншілік болды. Енді біз Құдайдың ұл қыздары, сол ұстазымыз Иса сияқты сүйіспеншілікке тола болайықшы. Қайда жүрсек те, сол сүйіспеншілігімізді шашып жүрейік барлығына. Айналамыздағы адамдар біздің кімнің шәкірттері екенімізді білсін. Білесіздер ме? Қазіргі уақытта көптеген сөзге адамдар сенбейді, адамдар іс әрекетке сенеді. Біз сол іс әрекет істеуші адамдар болайықшы. Бізді көргенде көптеген адамдар айтса, мына адамдар, олар Исаның шәкірттері деп. Өйткені біздің ұлы тұлғамыз Иса, ол өмірін қиды сенімен маған. Бірақ та қазір бізге өмірімізді қиюдың қажеті жоқ басқалар үшін. Бірақ та сол өмірін қиған Иса Масихтың сүйіспеншілігін сол адамдарға жеткізе білуіміз керек. Киелі кітап бізді соны айтады. Және жеткізіп қана қолмай, оларды Құдайдың Иса Масихтың шәкірттері ету. Аумин. Және мен сенемін, сен сол адамсың. Құдайдың жоспарын іске асыратын. Өйткені киелі кітапта жазады, сен мен мені Құдай таңдап алды. Білесің бе, анамыздың құрсағында жатқанда не үшін? Осы түнекке жарық нұр болу үшін. Енді сен мен нұрдың адамдарымыз. Жарқыраған нұрдың адамдарымыз. Қайда жүрсек те, біздер қиналған адамдарға жұбаныш беретін, қуаныш беретін, сүйіспеншілік беретін, олар үшін дұға етіп, мінәжат етіп сыйынатын. Иса Масихтың үлгі аманаты, ол айтады, адамдарға барыңдар, оларды құтқарыңдар, оларды менің шәкіртім етіңдер, және олар менің киелі есімімді мадақтасын дейді. Білесің бе, дүниедегі ең үлкен байлық ол жер бетінде бір адам болса да Құдайдың патшалығына жетелеу. Мен саған айтқым келеді, қымбатты бауырым. Тозақ ол адамзатқа жаратылмаған, тозақ ол шайтанға жаратылған. Сондықтан да бізде мүмкіншілік бар жұмаққа адамдарды көбірек апаруға. Жұмаққа адамдарды көбірек апаруға, өзіміздің куәліктеріміз арқылы, өздеріміздің іс әрекеттеріміз арқылы адамдарды жұмақтың бағына жетелеуге. Сондықтан да өзінің ең басты, ең ұлы мақсатында жоғалтып алмашы. Мына күйбің тіршілікте. Я мен сенемін, мен білемін. Көптеген адамдар жұмыспен жүреді, көптеген адамдарда жетпейді, қарыз, кредит. Көп кезде біздер көшеге шығып, Құдайдың сүйіспеншілігін айтудың орнына біз қорқамыз. Бірақ та қорқыныш ол әзәзіл шайтаннан. Ешқашанда қорықпа, өзіңнің сеніміңді берік ұста. Кімге сенетінді, өйткені киелі кітапта айтады. Былай дейді, егерде сендер қазір жер бетінде менен ұялсаңдар, көкте әкемнің қасына келгенде мен де сендерден ұялам дейді. Ұялмау үшін біз не істеуіміз керек?
әлбетте біздер Құдайдың нұрын, Иса Масихтың сүйіспеншілігін осы адамдарға жеткізуге, Құдай сені жарылқасын, Құдайдың жарылқауымен ақ батасы болсын өмірінде. Аумин.